Достар, қалайсыңдар? Бүгін мен Аязби деген ертегімен байланысты өзімнің сұрақ-жауап деген блогымды жалғастыратын боламын. Және бүгінгі талданатын сұрағымыз осындай болады. Асқару сөзін қалай түсінесіңдер? То есть спрашивается, как вы понимаете слово подбивать, подстрекать. Жауабымызды сіз видеоның астында көре аласыз, және жауабымыз осындай болады. Азғыру дегеніміз айдап салу, шағыстыру, арындату. Ертегіде Мадан хан жаманды барса келмеске жұмсағаннан кейін жаман ханға қайтып келеді ғой. Жаман оған өз жауабын айтқаннан кейін хан бір қызарады, бір бозарады, жерге кіріп кеткендей болады. Ақырында мен айыптымын. Менде бір қате болды. Шайтанның азғырғанына ердім. Оған себеп мына уәзірлер дейді. Бұл жерде шайтанның азғырғанына еру дегеніміз жаман істі жасау және сол істі жасап тұрғанын сезбеу. Бірақ негізінде Мадан ханды жаманды барса келмеске айдап салуға ойды сол уәзірлер берген. Уәзірлер жаман мен ханды жанжалдастырды. Яғни уәзірлер ханды азғырды. Енді барлығын аударайын. Подстрекать значит подкинуть идею, сделать что-либо плохое. В сказке Мадан хан отправил же жамана на Барсакельмес, и когда он вернулся, он сказал хану свой ответ. После того ответа хан покраснел, побледнел и не знал, куда деться от стыда. В конце концов он сказал жаману: «Я виноват. Я сделал ошибку, меня черт попутал. В этом виноваты эти визири». Тут говорится, что черт попутал, но потом хан сказал, что на самом деле это визири подстрекли его отправить жамана на Барсакельмес. То есть они поссорили хана и жамана между собой. Болды достар, сау болыңыз.